Саламатсыздар ма? Біз осындай ойындарды презентация арқылы ссылка функциясын пайдаланып құрастыратын боламыз. Ол үшін әрине презентациямызды ашамыз, жаңа слайдтар құрастырамыз. Ең бірінші бетіне өзіміздің тақырыбымызды, болмаса тапсырмалар деп жазып қойсақ болады. Енді екінші бетін ашып, артық элементтерін алып тастаймыз және вставка бөліміне кіріп, әртүрлі фигуралардың ішінен кубиктерді таңдап шығамын. Яғни әр кубикке мен 100, 200, 300, 400 секілді 800-ге дейін балл қойып, кубикті таңдаған кезде сұраққа кіретіндей қылып, сондай ссылка қолданып жасайтын боламын. Яғни бұны сіздер басқа тапсырмалар құрастыру үшін пайдалансаңыздар болады. Яғни ссылка функциясын қолдануға болады. Мінекей, әр кубикті копировать етіп қойып шығамын. Әр кубикке изменить текст деп, оның беттеріне ұпайларды жазып шығамын. Мінекей, 7 кубик және 8 кубик болсын. Мышканың оң жақ батырмасын басып, изменить текст деп, әр кубикке сәйкесінше ұпайларын жазып шығайын. Мінекей, жазып шықтық. Енді келесі беттер бойынша әр ұпайға берілетін тапсырмаларды жазып шығайын. Мысалы, мұнда 100 ұпайына берілетін тапсырма, келесі 200 ұпайға, 300 ұпайға әртүрлі тапсырмаларға қойып шығамын. Және мысалы, 100 ұпай таңдаған кезде осы бетке кіреді, және осы беттен артқа қайтадан менюге шығу үшін назад деген фигурантта қосып қойған дұрыс болады. Сәйкесінше қалған 800 ұпайға дейін барлық тапсырманы осындай қылып, бірдей қылып жазып шығамын. Және соңғы бетін қорытынды деп қоссам болады. Яғни осы ұяшықтарды орындап болғаннан кейін қорытынды шығарсақ болады. Мінекей, әртүрлі астына ұяшықты таңда деп тапсырманың атауын жазып қояйын. Және бұның дизайнын өзгертуімізге болады. Мынандай әртүрлі дизайндар таңдасақ болады. Бұл біздің фантазиямызға байланысты. Әртүрлі фонды интернеттен жүктеп қойсақ болады.
Ал енді әр ұяшыққа ссылка таңдаймын. Ол үшін қажетті ұяшық таңдап, мышканы оң жағын басып, ссылка дегенге кіремін. Және мысалы 100 ұпайға мен үшінші слайдты біріктіруім керекпін. Место в документе деген таңдап, 100 ұпайдың файлын таңдаймын. Енді 200-ді басамын, сәйкесінше ссылканы басып, 200-ге сәйкес келетін тапсырманы бір-біріне сәйкестендіремін. Яғни осылайша барлық ұяшыққа сәйкес келетін тапсырмаларын белгілеп шығамын. Мінекей барлық ұяшыққа сәйкес тапсырмаларын белгілеп шықтық. Енді мына әр 800-700 ұпайдағы берілген назад ссылканы іске қосуымыз керекпіз. Яғни ол үшін назад деген ссылканы басып, осы екінші беттің ссылкасына, екінші беттің слайдына ссылка жасаймыз. Мінекей место в документе таңдап, слайд 2-ні басып, барлық беттегі назаттарды осы ссылканы енгізіп шығамын. Және мына ұпайлар таңдап біткеннен кейін қорытындыға шығу үшін мына смайликті баса салсақ, ең соңғы слайдқа, болмаса келесі слайдымызға өту үшін осы смайликті қоямын. Смайликті ссылканы осы ең соңғы қорытынды деген бетке келетіндей қылып орнатамын. Мінекей барлығына ссылкаларын енгізіп шығамын. Ал енді тексеріп көрейік. Мысалы 600-ге кірдік, назатты бастық. 800, 400 назатты бастық. Осылайша біздің ойынымыз, қарапайым ойынымыз дайын болды. Бізде дайын шаблондар бар. Сол дайын шаблондардың ішіне кіріп көрейік. Мысалы, мұнда 2 дұрыс, 1 қате жауап. Біз бұл шаблондардың ішіндегі берілген тапсырмалардың жазуларын ғана өзгертіп, өзіміздің тапсырмаларымызды енгізе береміз. Мысалы, номер 1, бірінші тапсырма, дұрыс жауабы, я дұрыс емес, артқа келесі деп, осындай қылып, әр тапсырмаға өзіміздің қажетті тапсырмаларымызды, сұрақтарымызды енгізсек болады. Мысалы, мынау бірінші шаблонымыз. 2 дұрыс, 1 қате жауап. Атауын өзгертсек те болады. Енді келесі кеттік деген шаблонда ашайық. Мінекей 1-ді таңдаған кезде бірінші сұрақ шығады және сәйкесінше артынан оның жауабы шығады.
мінекей осылайша барлығын өзгертіп шығуымыз керек. Емес тапсырмаларды өшіріп тастай салсақ болады. Ал енді келесі ойын, ол кино билетін таңдау, яғни кино әлемінде бізге 6 билет берілген, сол 6 билетті таңдау арқылы тапсырмаларға кіріп шығамыз. Астындағы киоскіні бассақ, менюге қайтып келеміз. Келесі ойын, мына көбіне орыс тілінде жасалған, мына учи және учи играй деген сөз өзгерілмейді. Оның орнына өзіміз әртүрлі фото қойып ойнасақ болады. Мінекей, учи и играй. Мына сөздер өзгермейтін болғандықтан бұл көбіне орыс тіл пәндерге сәйкес келеді. Болмаса дизайн пайдалана берсек болады. Келесі мынандай сандықтар ойыны, алтын табу. Оның сөздерін барын өзгертсек болады. Сандық таңдаймыз, ішіне қағаз шығады, соны ашып, кілтті басып, қайттан сандықтарға оралып, ойынды ойнауға болады. Чес 1, чес 2 деген барлығын өзгертуге болады. Келесі ойын шын немесе қате деп аталады, яғни шындықты галочканы басқан кезде, иә, бұл жауабың шын деп шығады, X басқанда жоқ деп әртүрлі сөзімізді, тапсырмаларымызды енгізіп өзгерте берсек болады. Мінекей, шаблондарымыз көріп шықтық. Назарларыңызға рахмет.